Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз сүйектердің байланысу типтері. Бұл сабақта сүйектердің байланысу типтерін салыстыра алатын боласыңдар. Қаңқа сүйектері өзара әртүрлі байланысады. Атқаратын қызметіне байланысты сүйектердің байланысының 3 түрі бар. Ол біріншісі мына слайдта тұр, қараңыздар, қозғалмайтын сүйектер, екіншісі жартылай қозғалатын сүйектер және үшіншісі қозғалмалы деп 3 типке ажыратамыз. Астында мен сүйектерді қойып қойдым, бірақ бұл жаңағы 3 түріне байланысты емес, жалпы қойып қойдым. Иә, сіздер алдында сабақта танысқансыздар, бұл сүйектер қандай сүйектерге жататын, аттары не екенін. Енді осылардың әрқайсысымен жеке-жеке танысайық. Қозғалмайтын байланысу ол сүйектердің бірігіп өсуі арқылы өседі. Яғни бір сүйектің шеті басқа сүйекке сүйектің жілігі арқылы бірігеді. Бұған біз бас сүйекті жатқызамыз және жамбас сүйектерін жатқызамыз. Яғни бұл екі сүйек бір-бірлеріне жаңағы сүйектің жігі арқылы байланысады. Естеріңізде болса, бірінші сабақта айтып кеткенбіз, жаңағы бас сүйек бұл түрлі бөлімге жіктеледі деп, жаңағы төбе, маңдай, шүйде, самай дедік. Яғни осылар сүйек жігі арқылы бір-бірімен байланысып кетеді. Қазір сабақтың соңында слайдта суретін тағы да көрсететін боламын. Бірақ ересек адамның жамбас сүйегінің жігін жай көзбен көре алмаймыз. Себебі жамбас сүйектеріне үнемі күш түседі, ал бас сүйекке тұрақты механикалық әсер түспейді. Сондықтан олардың жігі бір-бірінен айқын ажыратыла алады. Екіншісі ол жартылай қозғалатын байланысу. Кейде оларды біз аз қозғалатын деп те атаймыз. Бұл сүйектердің шеміршек арқылы байланысуы. Осылайша, яғни ішкі мүшелердің әрі қозғалуын, әрі қорғанышын қамтамасыз ететін қаңқа бөлімдерінің сүйектері байланысады. Жартылай қозғалатын байланысуға нелерді жатқызамыз біз? Омыртқа жотасы мен кеуде қуысын жатқызамыз. Омыртқалар өзара талшықты шеміршекті ұлпалардан тұратын шеміршек төсемелер арқылы байланысады. Бұл бір мезгілде омыртқа жотасының иілгіштігін және жұлынның қозғалуын қамтамасыз етеді. Шеміршек арқылы 10 жіп жоғарғы қабырға төспен байланысады. Қазір келесі слайдта тағы да суреттерін көрсететін боламын бұл байланыстың түрінің. Үшіншісі ол жартылай қозғалатын байланысу, яғни бұларға адамда бас сүйектің ми бөлімінде байқалады. Жартылай қозғалатын байланысу. Және де нәрестенің бас сүйектерінің арасында еңбек деп аталатын қатаймаған шеміршекті бөліктер болады. Білесіздер ғой, кішкентай туған баланың дәл төбесі бүлкілдеп тұрады. Яғни еңбегі дейміз, немесе роднички деп атауға да болады. Қазір суретін көресіздер келесі слайдтарда. Бұл шеміршек арқылы жартылай қозғалатын немесе аз қозғалатын байланысу болып табылады. Маңдай және төбе сүйектері арасында үлкен еңбек болады. Ол тыныс алу қозғалыстарына байланысты соғып тұрады. Жаңа кішкентай баладағы болатын процесс бұл. Бұл қозғалысты нәрестенің төбесінде қолыңды ақырын қойып байқауға болады. Білесіздер барлықтарыңыз, жай қойған кезде төбесі және бүлкілдеп тұрады. Бұл жаңағы бүлкілдеп тұрған баланың төбесіндегі еңбегі 2 жасқа толған кезде толықтай сүйектеніп кетеді, яғни бас сүйегі қатаяды. Үшіншісі қозғалатын байланысу. Бұл сүйектің буын арқылы байланысу болып табылады. Буын арқылы жоғары қозғалысты қажет ететін қаңқа сүйектерінің байланысуы. Бұған аяқ қолды, бас сүйегі мен омыртқа жотасының және астыңғы жақ сүйектің бастың басқа сүйектермен байланысуы мысал бола алады. Енді біз әрі қарай буын туралы білетін боламыз ақпарат. Буын ол міндетті түрде мынадай элементтерден тұрады. Ол буын бетінен, буын қабынан, буын ішілік байламдардан, буын сұйықтығынан. Енді буынды түзетін сүйектің беті айнадай жылтыр гиалинді шеміршек қабатымен жабылған.
Бұл қозғалған кезде үйкелу мен соққыны азайтады. Сонымен қатар буын ойпаң ұлпаларының жасушалары мен сүйектің басы ағзаның өсуі кезінде сүйек жасушаларының ұзынынан өсуін қамтамасыз етеді. Буын қабы деген не? Ол дәнекер ұлпасынан тұрады. Буын қабы арқылы буынның герметикалық жабық кеңістігі буын саңылауы түзіледі. Бұл буын сұйықтығына толы қуыс болып келеді. Ал буын сұйықтығы дегеніміз майлағыш қызмет атқарады. Ол гиалинді шемірсек сияқты үйкелуді азайтады және қозғалған кезде сүйектің буынды бетінің жылжуын қамтамасыз етеді. Буын байламы дегеніміз ол сүйектерге бекитін тығыз талшықты ұлпа шоғыры. Олар ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Ішкі байламдар буын сүйектерінің ойпаңы мен басының бетіндегі буын шеміршектерінің өсінділері болып табылады. Ал сыртқы байламдар буын қабының өсінділері болып табылады. Олар буын арқылы өтіп, оны түсетін сүйектерді орап байланыстырады. Буын байламдары сүйектердің беку беріктігін арттырып қана қоймай, қозғалу амплитудасын да шектейді. Осылайша буын басының буын ойпаңынан шығып кетуіне кедергі келтіреді. Буындағы қозғалысты буынды түзетін әртүрлі сүйектерге бекитін бұлшықеттер жүзеге асырылады. Енді келесі слайдта міне жаңағы мен айтып кеткен осы байланысу типтері көрсетілген. Мысалы, қараңыздар, бірінші суреттегі кеуде қуысының құрылымы, жаңағы қабырғалар, шеміршегі, қабырғалардың өзі, төстегі, омыртқалар қандай байланыс түріне жататынын. Екіншісіндегі жаңағы айтқан нәрестенің бас сүйегі, қырынан қарағандағы, жоғарыдан қарағандағы үлкен еңбегі, кіші еңбегі, сына тәрізді еңбегі, емізік тәрізді еңбектер анық бір-біріне көрсетілген. Және де 74-ші суреттегі жамбас буындағы сүйектердің қозғалмалы байланысы. Міне бір-бірінен жаңағы мен айтқан ақпараттың барлығы осы жерде көрсетіліп тұр. Буын байламы, буынның қабы дегеннің барлығы осы жерде тұр. Балалар, сұрақтарыңыз болса, бұл тақырып бойынша комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі сабақта біз енді осы буын тақырыбын ары қарай тағы да жалғастыратын боламыз. Каналымда менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.